Ал балалар, мына бүгін сендерді өздерің көрейік деп кітабын оқып алып, қызығып қоймағаннан кейін Қажымұқан аталарының музейіне алып келдім. Бұл қазір мына Оңтүстік Қазақстан облысындағы Темірлан деген елді мекенде отырсыңдар. Қажымұқан аталарың енді Арқаның жерінде туып өскен, Ақмола облысы қазіргі Атбасар деген аудан. Бірақ енді тағдырдың айдауымен бұл кісінің енді бармаған жері, баспаған тауы, шарламаған елді мекені қалмаған негізінде. Бірақ өмірінің ең соңғы күндерін осы Темірланда өткен, осы жерде дүниядан өткен, осы жерде бір шақырым жерде бұл кісінің моласы бар қазір. Енді бұл аталарының өмірі өте қызық. Өзі жас кезінде осындай байдың малын бағып жүрген кезінде неше түрлі жағдай неға сыймайтын ерліктер жасап елдің бәрін таң қалдырып жүрген. Сосын бір күні осындай бір көшпелі цирктеген кезінде соған бір қызығып сол жерде бір күреске араласады тағын, содан бұны Петербургқа алып кетіп қалады тағына. Сол жаққа барып бұл профессиональный осы күреспен айналысады. Енді нақты күрестің осы ішіне қызып кіретін кезі сол 40 жасқа жақындап қалған кез еді. Көрдіңдер ме? Сонда есейіп кеткен шағында күреспен айналысып отыр. Содан енді Петербургқа бараттағын Поддубный деген осы атағы жер жарған атақты орыстың палуанымен достасып алаттағын, сонымен екеуі жақсы айырылмас жолдастық айналады. Содан екеуі дүнияны кезеді. Париж барады, Нью-Йорк барады, одан Европаның бүкіл қаласында күреседі, батысы бар, шығысы бар. Соның ішіндегі ең қызықтысы есте қалатыны 11-ші жылғы Харбиндегі күрес. Ол кезде Ресей патшалығы, сол Ресей патшалығының атынан түседі. Сол кезде жаңағыдай көрдіңдер ме, видеоны көрсеткен кезде ана орыстың шалы айтып отыр ана жерде. Анау жиі-жиі жаңағыдай ережесіз жекпе-жекке қайсың шығасың деген кезде бәріміз қорқып кеттік дейді. Қой өріп алып ертең үйімізге жаңағыдай табыппен барып тұрмайды. Сонда Қажымұқан айтты, бізде қазақта намыс деген бар, әруақ деген бар. Мен осы жерде өлсем өлігім қалады, кет дегенде ше. Себебі олай деп айтып отырған себебі мына Қажымұқан аталарым ол кезде мына күреске шығардың алдында я әруақ деп айқайлайды екен. Сосын оның кісінің бір жақсы әдеті болған, елге келген кезінде осы жерден 180 шақырым жерден Созақ ауданында Бабай түпті шашты Әзиз деген әулие аталарым бар. Мына Алпамыс жырында кездеседі. Сол кісінің әулиенің басына барып түнейді екен, кейде 3 күн, кейде 5 күн, кейде бір апта, сонда әулие аян бергенше жата береді. Бір күні сол 4-5 күннен кейін әулие аян береді деген шашты Әзиз атамыздың. Қажымұқан, батамды бердім, ызамын мен саған, болды күресіне кете бер деп. Сондай жаңағы рингке шығардың алдында я әруақ деп шықты дейді. Содан айда шайқас, ана қып-қызып төбелес, оның енді ана айлакерлігі бар ана Жапонның. Енді айтсынша тұрдағының астағы шиша жасырып алған дейді, май жаққан дейді, әңгіме сөйледі. Біз өзіміз болмағаннан кейін айта алмаймыз анығын. Содан екеуі шайқасып кетті дейді, өрде біреу өлу керек, біреу тірі қалу керек. Сонда жаңа видеосын көрдіңдер ме? Қажымұқан атамызды әбден әбірішіп шаршатып, басын жерге ұрып өлтіріп қойға сәлем қалды, оңбаған шайнап тастап. Ең соңында Қажымұқан атамыз үстем болып, жаңа әруақтар қолдады дейді, айландырып жерге бір-ақ ұрып, соның бейшара ол өлді де кетті. Соған енді оған дейін Саракики Жиндатов өте атақты адам болған, оның енді жаңа Харбиннің таққан медалі болған, ол өліп болғаннан кейін оның медалін алды да Қажымұқан атамыздың мойнына іліп жіберді дейді. Атағын алып қойғаннан кейін. Ол медаль жерде тұр, оригинал, оны барып түнде көрсеңдер болады. Енді мына ашаршылық жылдарында Қажымұқан аталарына кәдімгідей қысым көрсететін себебі 30-шы жылдары бұл кісі Парижге күреске барған кезінде жасқа Әміре Қашаубаев екеуі СССР-дің атынан бұл кезде енді оның алдында СССР-ге қарсы большевиктермен ұстасып кеткен Мұстафа Шоқай деген шиелінің қазағы үлкен аталарым және бар. Сол Парижге барғанда елде не жаңалық деп қонаққа шақырып, қонаққа барып, қорықпай барып Шоқайдың үйінен тамақ ішкен екі-ақ қазақ, біреу Қажымұқан, біреу Әміре Қашаубаев. Сонымен елге келгеннен кейін НКВД большевиктер, қызылдар бұларды қысады. Әміре Қашаубаевты сұрай берді, тергей берді, қыса берді, сабай берді, ұра берді. Әбден итін шығарғаннан кейін өмірінің соңында ішіп кетті да, сонда дауысынан айырылып оқысы бақытсыз кетті дейді. Енді Қажымұқан атамызды да қысқанда кәдімгідей бұл кісі аштан өлуге сәлем қалған, медальдердің бәрін ұнға тамаққа айырбастап жүрген. Содан енді мүмкін өліп те қалармын. 36-шы жылдары Сәкен Сейфуллин бұл кісіге жасырын хат жазады. Қажымұқан, мен тізімді көрдім, мына НКВД-ның тізімінде сені кіргізіпті. Сен енді басың істесе тез өтірік циркпен ел көрсеткен болды, өнер көрсеткен болды, елден шығып кет деп айтты. Содан Қажымұқан атамыз жаңағы НКВД-ның құрсауынан, қудалауынан жаңағыдай сақтанып, Бұхараға өтіп кетті. Сол Бұхараға барып біраз жыл тұрып тағанын қуғын-сүргін басылғаннан кейін елге келеді. Елге келгеннен кейін өздерің ойлаңдар. Бойы 2 метр, салмағы 170 килограмм адам, бір отырғанда мынандай бір қойдың етін жеп қоятын адам ашаршылыққа оңа ма? Содан кейін тамақ жетпей содан Нәзір Төреқұлов деген аталарым
үкімет басқарған сол кісіге хат жазады, ол кісі тұрады да айтады: ей, мына үкіметтің қысымы қатты, беті жаман бұлардың саясатының, сен енді бұларға жаңылу көңіл табудың әрекетін жаса, сен цирк көрсетпейден ақша жинадағына сол ақшаға самолет сатып алып, сөйтіп соғысқа жіберіп оны, одан кейін бұлар сені тиіспейді деп айтты. Содан осы Шымкент облысында, Қызылорда облысы бар, бұл жерде Түлкібас ауданында Шәуілдір бар, Арыс бар, осы елді мекеннің бәрін аралап көрдіңдер ғой, жаңағы білекті темірдің бойына галстук қылып орайды, ана 400 килограмм тасты кеудесіне қойып ұрғызады, үстінен арба өткізеді, сөйтіп өнер көрсетіп елден ақша жинайды, сөйтіп сол жинаған ақшасына самолет сатып алып, соны Шалабаев деген бір қазақша, ол астында бәленбай фашистің самолетін қиратын ол кетеді. Содан ол кісі аман-есен соғыстан оралады, келгеннен кейін Қажымұқанның қолын алып, батасын алып, кәдімгі екеуі көрісіп табысқан. Содан енді тағдырдың айдауы, өмірінің соңында осында Шәуілдір бар, одан бері қарап Темірланға келеді. Темірланға келеді тағы өмірінің соңында осы жерде өмірінің ең соңғы күндерін аяқтайды. Қазір енді бұл кісінің жатқан жері осы жерде бір шақырым жерден моласы бар. Құдай қаласа қазір сендер осы жерден шығып, сол жерге барып Құран оқып, жаңағы Қажымұқан аталарының әруағын бір риза қылып жатқан жерінде көрінді бір аунап түсіп, сендерге батасын беріп ырза болса, болашақта сендер де сондай Қажымұқан аталары сияқты ақ жүрек азамат боласыңдар.